Бүгінде статистика саласында еңбек етіп келе жатқан білікті мамандар жетерлік. Халық санағын жүргізу, күнделікті сандардың өзгеруі, осы жандардың жауаптысы. Бүгінгі таңда мұнда 6 мемлекеттік қызметші және келісім шарт бойынша 7 сұхбатшы жұмыс істейді. Статистикаға 2012 жылы келдім. Мен өнеркәсіп өндірісін қабылдаймын, есептерді. Маған жұмыс өте ұнайды. Статистика саласының қызметкері Күнсұлу Нұрғазина 11 жылдан бері Екібастұз қаласындағы статистика бөлімінде еңбек етіп жүр. Әріптестері мен жас мамандарға үлгі көрсетіп, білгеннің барлығын үйретіп келеді. Еңбек тәжірибесі бар маман бұрынғы кездегі жұмыс пен қазіргіні салыстыруға келмейді дейді. Біз қағаз бойынша есептерді қабылдайтынбыз. Қазір түгелдеріңіз білесіз, у нас это электрондық. Мамандар осындай кабинетте күні бойы есеп жүргізумен айналысады. Өйткені өңірдегі мыңдаған мәліметтер осында келіп түседі. Ал осы мамандарға артылған жүк ауыр. Себебі санда бір қателік кетсе, ол ертең ел тарихына кері әсерін тигізуі мүмкін. Айта кету керек, мұндай жауапты іспен көбіне әйелдер айналысады. Наша работа заключается... Біздің жұмысымыз есеп жинаудан басталады. Осы есептерден демография, өнеркәсіп, ауыл шаруашылық, құрылыс, білім, денсаулық сақтау, инвестиция сынды бағыттардың көрсеткіштерін біле аламыз. Міне сондықтан есеп-қисапқа келгенде бізден жауаптылық, нақтылық талап етіледі. Меніңше нағыз статист маманы осы қасиетке ие деп білемін. Салаға өлшеусіз үлес қосып, қажырлы еңбек етіп жүрген статистик мамандарын келіп жеткен төл мерекелерімен құттықтаймыз. Поздравляю всех своих коллег, кто работает в органах статистики или как работал когда-то в органах статистики. Крепкого здоровья, благополучия в семьях, всего самого хорошего. Құрметті әріптестерді, сіздерді статистика күнімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын.